Қазақстанда активтер мен міндеттемелердің бар жоғын өздігінен қалай тексеруге болады? 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңі енгізіледі. Заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары мен қатысушылары, жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайлары өз активтерін декларациялайды. Шет елдегі және Қазақстандағы активтерді барынша дұрыс декларациялау қажет. Болашақта бұл деректер кірістерге салық салу кезінде ескерілетін болады. Мемлекеттік кірістер комитеті азаматтарға декларация толтырғанға дейін Қазақстанда активтер мен міндеттемелердің бар жоғын келесі сайттарға кіріп тексеруге кеңес береді. Бағалы қағаздар бойынша, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттар бойынша, зияткерлік меншік, авторлық құқық объектілері бойынша, сенімгерлік басқаруға берілген мүлік бойынша, дебиторлық немесе кредиторлық берешектің болуы бойынша сұрау салуды докулайт жүйесі арқылы Республикалық нотариаттық палатаға жіберу қажет.